Достар, салем! Сегодня мы с вами будем читать вместе на казахском языке. У меня на канале есть несколько уроков, читаем вместе на казахском. Если вы не смотрели, можете посмотреть, в описании оставлю ссылку. Также хочу сказать, если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Денсаулық, здоровье. Бір апта бойы күн суық болды. Менің әріптесім ауырып қалды. Оның қызуы көтерілді. Ол жиі жөтелді, басы және тамағы ауырды. Біз жедел жәрдем шақырдық. Жедел жәрдем тез келді. Дәрігер оның қызуын өлшеді, тамағын қарады, өкпесін тыңдады. Ол дәрі жазып берді. Мен дәріханаға бардым. Әріптесіме жөтелдің дәрісін сатып алдым. Ол таксимен үйіне кетті. Әйелі оны үйде емдеді. Оған бал қосылған сүт берді, ыстық шай ішті. Ол бір аптадан соң жазылды, жұмысқа шықты. Название текста денсаулық. Денсаулық переводится здоровье. Бір апта бойы күн суық болды. Бір апта бойы переводится всю неделю. Апта понятно, да? Неделя. Бой – это протяжение, продолжение, рост, берег переводится. Күн. В этом предложении күн как погода. Күн еще переводится как солнце, день. Суық болды, надеюсь, понятно, да? Бір апта бойы күн суық болды. Менің әріптесім ауырып қалды. Әріптес, коллега, әріптесім. В первое лицо притяжательной формы моя коллега, менің әріптесім. Ауырып қалу, заболеть, ауырып қалды, заболел. Оның қызуы көтерілді. В этом предложении слово «қызу» температура переводится, а также она может переводиться как нагреваться. Оның қызуы, его температура, көтерілу, подниматься, көтерілді, поднялся. Ол жиі жөтелді, жиі часто, жөтел переводится кашель, жөтелу кашлять, жөтелді кашлял. Басы және тамағы ауырды. Басы және тамағы, здесь они стоят в третьем лице притяжательной формы. Оның басы, оның тамағы ауырды. Тамағы его горло, да, его голова, его горло, ауырды, болело, да. Біз жедел жәрдем шақырдық. Жедел слово скорый, быстрый переводится, жәрдем, помощь, содействие. Жедел жәрдем – это скорая помощь. А также есть слово көмек, синоним слова жәрдем, тоже переводится помощь. Слово тез – это быстро, скоро. Дәрігер оның қызуын өлшеді, тамағын қарады, өкпесін тыңдады. Өлшеу переводится мерить, измерять, примерить. Дәрігер оның қызуын өлшеді, врач измерила его температуру. Тамағын қарады, посмотрел горло, да. Өкпесін тыңдады, өкпе – это легкие, тыңдау слушать. Өкпесін тыңдады, послушал легкие. Здесь қызуын, тамағын, өкпесін, они все стоят в винительном падеже, да. После притяжательной формы третьего лица добавляется «н», да. Ол дәрі жазып берді. Дәрі – лекарство. Жазып беру – написать, выписать. Ол дәрі жазып берді, он выписал лекарство. Мен дәріханаға бардым. Әріптесіме жөтелдің дәрісін сатып алдым. Әріптесіме, это значит моему коллеге, да, жөтелдің дәрісі, лекарство от кашля. Сатып алу – это купить, сатып алдым, купил. Ол таксимен үйіне кетті. Таксимен здесь переводится на такси, да? Әйелі оны үйде емдеді. Емдеу – лечить, емдеді, лечила. Оған бал қосылған сүт берді, ыстық шай ішті.
Бал – это мед, қосылған – это добавленный, присоединенный. Переводится ему дали молоко с медом. Қосылған здесь как с обозначает. А также обратите внимание, есть такой вариант. Сүтті балмен іш, пей молоко с медом. Здесь немножко структура предложения другая, да? Здесь с это мен, да? Например, еще если мы хотим сказать «дайте мне чай с сахаром», скажем «қант қосылған шай беріңізші». Здесь используем слово «қосылған». Ыстық – это горячий, ыстық шай ішті. Ол бір аптадан соң жазылды, жұмысқа шықты. Слово «соң» переводится затем, после, за. Бір аптадан соң – это через неделю. Жазылу слово выздоровление, написание, подписываться. Жазылды, выздоровел будет, да? И жұмысқа шықты. Достар, надеюсь, мои уроки помогают вам в изучении казахского языка. Я желаю вам удачи. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.